Сен кішкене, ей пайғамбар, мұрсат берші оларға дейді. Қараңыздар, негізінде пайғамбарымыз емес қой мұрсат беретін, Алла ғой, дұрыс па? Бірақ ана өзінің құлына деген разылығын, құлының ісіне деген разылығын, соның көңілін жаңағындай күшейту үшін да, сабырлығын арттыру үшін, ей пайғамбар, сен оларға азғантай уақыт берші деп жатыр. Уақытты пайғамбар бермейді ғой. Осындай дәрежеге дейін Алла Тағала мұсылманды қолдайды да. Пайғамбарын қалай қолдаған, сол секілді сізді де қолдайды әрбір істің кезінде. Сондықтан біз жақсырақ білеміз олардың не айтып жатқандарын. Ал сен, ей пайғамбар, ақиқатты сөйлеген кезде сен оларды иманға мәжбүрлеуші емессің. Осы қағиданы біліп ал дейді. Неге бұл қағида айтып жатыр? Егер де біздің біреуге иманды мәжбүрлемекші болсақ, біз оған үкім шығарып кетеміз да. Қалай түсінбейді мынау дегенге кетеміз. Мынау қалай түсінбейді деген сөздерге дейін кетеміз біз. Сосын бір өзіміз керемет түсініп келе қойғанда емес шығармыз біз негізі. Алла Тағала итеріп жіберген шығар. Көрдіңіз бе қандай? Ата Құранда жаңағы кейбір аяттарында ұстайды бізді. Казалика кунтум мин қобл, өзіңде сондай болғансың кезіңде дейді. Фаманналлаху алейкум. Алланың рахымы тиді ғой дейді саған. Қаладым осыдан бір жақсы нәрсе шығарма деп. Соны шығару керек енді. Сондықтан ей пайғамбар, сен мәжбүрлеуші емессің. Бұл жердегі бірінші қағида, ешкім иманды Алланың рұқсатынсыз бір адам жүрегіне иман кіргізе алмайды. Бір сүйген адамға дейін кіргізе алмайсыз. Тек Алла Тағала ғана иманды сыйлайтын нәрсе. Сондықтан біз мәжбүрлемейміз. Біреу бүгін иман келтірмеуі мүмкін. Біреу мүмкін сізден тіпті иман емес, мысалы намаздың өзіне шақырған кезде де ол бүгін жауап бермеуі мүмкін. Бірақ ол 3 жылдан кейін жауап беруі мүмкін. Сол 3 жылдан кейін жауап бергеніне дейін сіздің аузынан сөз шығып кетпеу керек қой. Сабыр сол үшін керек. Раббым енді қалаған екен ғой дегендей. Түсіндіңіз ба? Өйткені ана Абу Суфиян айтып отыр қой Мекке ашылған жылы, бірақ исламды қабылдады. Абу Бәкірдің әкесінің өзін айттық, Мекке ашылған жылы қабылдады да. Сол секілді айналадағы адамдарға қарай үкім шығармаңыз ешқашан. Сіз мәжбүрлеуші, үкім айтушы емессіз. Бірақ сіз мінезіңізбен, сабырыңызбен Алланың жақсы дінін, жақсы қасиеттерін насихаттаңыз. Фазаккир бил Құр'ани ман яхафу вағиди дейді. Ей пайғамбар, ескерт адамдарды осы Құран арқылы дейді. Қай жерде жүрсеңіздер де, осы шамаларыңыз келгенше осы Құранның бір аятымен, бір несімен неңізді, насихатыңызды солай айт деп отыр ғой Алла Тағала бізге. Құранмен насихатта, Құранмен ескерт, Құранмен естеріне түсір. Кімді деген кезде мән яхуфу вағид, кім менің ескертуімнен қорықса, соны ескерт дейді. Яғни кім жауап беріп жатса, оны тәрбиелей бер Құран арқылы, ей пайғамбар. Ал кім жауап бермей жатса, сен оны мәжбүрлеуші емессің, қоя сал біраз уақытқа дейді. Кездесіп қалса тағы айтып жібер, кездесіп қалса тағы айтып қал. Күндердің бір күні байқайсың, кімге олардан Алла тура жолды қалады, ал кімге қаламағанында. Осындай. Соқтан жүрген жерімізде құрметті жамаат, осы Құранды насихаттап жүру керекпіз. Жаңағыдай мінездеріміз, Құрандағы характерді, мінезді, осы көркем мінездерді барлығын Алла үшін істету керек қой. Бір жерде жақсылық істесеңіз де, кешірімді болсаңыз да, сабырлы болсаңыз да, мейірімді болсаңыз да, түгел Аллах Тағаланың кемшілік сипаттардан пәк екендігін көрсету үшін істеңіз де оны. Аллах Тағалаңыз үшін істеңіз оны. Бүкіл мақтау Аллах Тағалаға тән болатындай қалдырып кетіңіз ол жерде. Өйткені бүкіл жақсылықтарды бізге үйретуші сол Алла.